Өзімнің постоянно қонаққа шәйге деп жасайтын медовыймен бөлісейін. Осылай әселді ерітіп, үстінен бір чайник ложка сода салып, қоп-қоңыр болғанша осылай араластырамыз. Сосын үстіне май салып, ерігенше қойып қоямыз. Сосын жұмыртқа мен қантты осылай миксерлеп аламыз. Сосын жаңа қоспаны қосып араластырып, оның разрыхите қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Мен осылай екіге бөліп пісіріп алдым. Сіздер екіге, үшке немесе төртке бөліп пісіріп алсаңыздар болады. Одан кейін кремді дайындаймыз. Сүтке осылай қант, ұн салып араластырып, осылай газге бір қайнатып аламыз. Сосын сары май қосып, молоко қосып араластырып, осындай жұмсақ коржықтарымызды рет-ретімен корж крем қылып жинайтын боламыз. Мына жерде қарасаңыздар, мен төртеу қылып пісірдім. Негізі екіге бөліп пісіргем. Сол екеуін тағы да екіге бөліп, 4 корж шығарып, осындай биік торт істедім. Осылай кремін барлық жерге бір тегіс қылып жағып шығып, мынау қалғандарын коржық қылып блендермен майдалап алдым. Сосын үстіне, жан-жағына, барлық жеріне бір тегіс қылып жағып, осындай биік медовый